Сәлем достар, мен есімім Мырзабай. Сіздерге бүгін Instagram желісіне 1 сағаттық видеоны қалай жүктеу керек екенін көрсетемін. Оның үшін жаңағы Instagramға кіреміз, былай. Менде Chrome және Edge деген жаңағы Windows'тың өзінің браузері бар. Microsoft Edge деген. Осы екеуімен қолданамын. Мен өткенде бір аптадай болды осы Instagram желісіне 1 сағаттық видео жүктейін десем, еш жүктей алмадым. Сосын YouTube'дан қарадым. Сосын YouTube'дан бір видео көрдім. Сол видео қарап жасадым, бірақ ол да көмектескен жоқ. Ол видеода былай көрсетілген, мына жерде просто бір видеоны таңдайсыз. Мысалы, бесік жыры болса, мына қазір загрузка болып жатыр. Сосын ол жерде осы видеоны таңдайсыз да, сосын жерге жазасыз нелерін. Қандай не керек? Тақырып, яғни видеоның тақырыбын жазасыз. Бесік жыры. Үшін бесік жырын жүктейім дегенше жыр болып кетті өзі бұл да. Қаншама уақытым кетті осыған. Бірақ уақыт кеткенмен соңында жаңағыдай жүктей алдым. Босқа кеткен жоқ. Қазір мына 100%-ға жетсін видео. 50% болды. Instagram'да өз осылай 1 сағаттық видео жүктеуге болады, және де 15 минуттық видео жүктеуге болады. 1 сағаттық видеоны жүктеу үшін міндетті түрде компьютер не болмаса осыны ноутбукпен ғана болады. Ал 15 минутқа дейінгі видеоларды Edge TV деген приложение бар. Play Market'те не болса App Store'да скачать етіп, сол 15 минутқа дейінгі видеоларды телефонмен жүктеуге болады. Ал 1 сағатқа дейінгі видеоларды оған міндетті түрде компьютер не болмаса ноутбук қажет болады. Сосын қазір көрсетемін, 98 100% болды да. Уже болды, жүктеп болды. Уже жаңағы ноутбуктағы видео уже Instagram'a жүктелді. Енді соны ары қарай страницаға салу керек, опубликовать ету керек. Описаниясын жаздық. Егер сіздерде мына жерде обложка керек болатын болса, обложкасын жазасыздар. Мына опубликовать деп басамыз. Мына жерде тұра тұрыңыз, мына опубликовать еттік. Қазір мына жерден пайда болу керек. Мен өткенде мына загрузка жасаған, не удалось опубликовать деп тұр мына жерде. Мына жерде осылай подготовка видео деп тұрады. Бәріңізде осылай подготовка видео деп тұра береді. Бір күн болса, бір күннен кейін мынандай ошибка болып шығады. Ал бір 2-3 минуттан кейін мынандай ошибка деп шығады сіздерде, бірақ осылай болып тұрады. Бірақ опубликовать етпейді ар жақтан. Сіздерде дәл осылай болып тұрған болуы мүмкін. Енді бұны қалай істейміз? Ана YouTube'да көрген видеода олар былай істеген. Мына жерден басады да редактировать деп басады. Редактировать деп бассам мен, ол басқа жаққа қайтадан андай новый окна ашылады. Новый бет ашылады да, қайтадан видео салу керек деп тұрады мына жерде. Жаңағы видеода көрсетілгендей жазсақ. Сосын мен тағы басқа неге бұлай болып жатыр деп көрдім. Сосын Chrome'нан, Chrome емес, сосын Edge, Microsoft'тың Edge деген өзінің браузерін қолданып көрдім. Қазір осыны көрсетемін. Мына Chrome'мен менде жүктелген жоқ, яғни осылай болып тұра берді. Осылай болып тұра берді, ешқандай өзгеріс болған жоқ. Соңында мынандай не удалось опубликовать деп шығады. Қазір енді Edge'бен көреміз енді. Instagram деп жазайық. Instagram. Instagram'a кіреміз. Instagram ашылды. Профилға кіреміз. Профил. Міне қазір көрсем, Edge TV деген басамыз. Міне жаңағы жерде дәл осылай болып тұр әлі.
подготовка видео дейді. Енді қараңыз осы жерде. Сіз хромнан жүктеп қойып, осы жақтан кіріп, редактировательді басасыздар. Редактировать видео дегенді бассаңыздар, міне көрдіңіздер ме, шықты, міне видео шықты. Видео шықты, міне көрдіңіздер ме? Значит, осы жерден болады деген сөз. Менде жаңағыда хромда шыққан кезде, хромнан басқан кезде олай шықпайды. Редактор басып, қайта новый окноша ашылады, ана видео шықпайды. Естественно, одан кейін ары қарай жүктелмейді Инстаграмнан. Сосын мен жаңағы мына осы браузермен қолдандым. Мына бассаңыз, мен қойылады, бәрі істейді. Осы мына жерде 1 сағаттық видео. Осыны жүктейміз, енді қазір көреміз. Опубликовать деп басамыз. Жазылады, күте тұрыңыз. Уже қазір көреміз. Сөйтіреміз. Міне пайда болды. Көрдіңіздер ме? Бір апта жүрдім, осыны жүктей алмай. Соңында әйтеуір жүктедік. Қазір қойып көрейік. Басталды. Жүріп жатыр. Сол достар. Егер сіздерді жүктей алмай жүрген болсаңыздар, осы видеодан кейін міндетті түрде қолданып, жүктеп көріңіздер. Сіздерге де жүктелу керек Инстаграмға 1 сағаттық. Сосын 1 сағаттық видео тағы бір айтатын жайт бұл жерде. 1 сағаттық видеоны жүктеу, 1 сағатқа дейін, бұл жерде 3,6 гигабайтта жүктеу керек. Яғни MP4 форматта болу керек. Сол кезде ғана Инстаграмға жүктеледі.